ол сіздің кез келген тауарыңыз ертең бір жерінен бір кетік тауып шкермеуі мүмкін. Сондықтан үкімет тарапынан үлкен жұмыс жасау керек. Ұлттық палатаның құрылуы да мен айтайын дегенім бірден бір осы бәсекелестікте біз енді Ресей мен Беларусьқа қараған, әсіресе Ресейге қарағанда біздің енді егер біз салмағымыз қарасақ, әрине Ресейдің экономикасы дамыған, ол өзі Совет өкіметінен келген қалған заводтарда, барлық институттарда, барлық күш сонда қалған. Сондықтан бірден бұл бәсекелестік болады деп айта алмаймыз. Бірақ біздің бәсекелестігіміз ұлттық палатаны құрсақ, әр кәсіпкерге өзінің көзін ашып, Ресейдің жақын жатқан бізге миллион тұратын халқы бар 12 облысы бар. Соларға барып сораза сауда жасауымыз керек. Әсіресе тамақ, сосын ауыл шаруашылығында өрде барлық жерде тағым. Сибирьді алсаңыз, барлық жерде біздің өнімімізді өткізуге болады. Бірақ соған инфрақұрылым жасау керек. Әр жерде өзіміздің өкілеттігімізді ашып, сол біздің кәсіпкерге керекті сауын өткізетін, өзінің товарын өткізетін барлық жағдай жасауымыз керек. Қандай бағамен, қалай жеткізуге болады, қалай сатуға болады, қалай көмектесуге болады, соның бәрін жасау керек. Ол барлық жерде лоббизм деп аталады, ұлттық түрде жасалады. Германияда барлық жерде солай жұмыс жасайды. Міне осы масырғыдан қазір біздің келіскеніміз үкімет басшысымен ай сайын Сағынтаев мырза бір жиын өткізеді бізбен, біз кәсіпкер бірігіп сол қай салат қалай ұтылып жатырмыз, ал кварталына бір рет үкімет басшысы осы мәселені талқылайтын болып, келісіп, сонда келісімге келіп, осы айдан бастап осы жұмысты бастайын деп отырмыз. Үкімет басшысы осы Атамекенді өзі бастаған. Мен ойлаймын, енді кішкене сіздерге жеңілдік болатын шығар деп бастаған кезде. Иә, қарым-қатынасымыз өте жақсы, түсінікті. Осы жыл басталғаннан бері Семейге өзі ертіп барып, сол Семейде кәсіпкерлермен бірге өткіздік. Енді барлық осы региондарға барғанда Атамекенмен кәсіпкерлермен өзінің жоспарында сол тек кәсіпкермен кездесу өзіне сондай жоспар қойып отыр. Барлық жерде, сол жергілікті жерде кәсіпкермен кездесіп, солардың қандай мәселелері бар. Абылай, мен тағы да бір сұрағым, кейбір осы тауарлар, міне кірпішті айтайын, алысқа бармайын. Өзбекстан мемлекетінің Алмал деген қаласынан тасиды. Сол жақтан пойызбен алып келеді, мұнда тасиды. Соның өзінде де ол арзан, біздегі мына Рождественскідегі кірпіш заводтар. Неге олай? Енді ол жаңағы әр елдің өзінің экономика деген саясатына байланысты. Әрине Қазақстан енді Қазақстан біріншіден біз барлық мемлекеттік нарықтық экономика деп аталғаннан кейін біз өзіміз нарығымызды аштық. Енді Өзбекстан ожғана қарасаңыз, Өзбекстанның нарығы жабық. Өзбекстанға көп зат кіргізе алмайсыз, өйткені олар мынау тмд елдерінің арасында да бөлек шығып отыр. Мысалы 40-тан астам келісім бойынша бөлек шығып, өз еркімен сол товарларға пошлина қоюына, бөгет қоюына мүмкіншілігі бар. Өзбекстан сондай саясат қолданып отыр. Алмалдан келген екінші бір мәселесі, көбісі Беларусиядан келген сүт те, ет те арзан деп айтады бізде. Өйткені Беларусияда бұрынғы колхоз қалды. Бұрынғы үкімет тарапынан барлық субсидия көрсетіледі, үкімет тарапынан барлық қолдау көрсетіледі. Ал Өзбекстанда солай. Электроэнергия бағасы, кірпіш шығаратын. Ол газбен екен, газ да тең, электроэнергия да тең. Сосын көбісі үкімет қолдауымен, әлі үкімет қолдауымен бұрынғы сол планым экономикамен сол кездегідей жағдай болып отыр. Мақта саласын мен сізге айтып кеттім Түркістанда. Бізде көп ауруханаларға сата алмаймыз өз мақтамызды. Өйткені Өзбекстаннан келген мақта қалай болса да сол тендерді ұтып шығып отыр. Өйткені Өзбекстанның мақта саласы толығымен үкімет жағынан субсидия беріліп отыр. Онымен біз тепе-тең бола алмаймыз. Яғни бәсекелестіктің екі жақта да жағдай бірдей емес. Сол мәселе қайда туып отыр. Бірақ оған кезекті біздің өзіміздің қарайтын органдар, мысалы егер Өзбекстан болса, бізде сондай пошлина көтеруіміз керек. Кірпішті өзімізде алатындай жағдайға жеткізу керек. Абылай, мен білем, салық кодексіне толықтырулар мен өзгерістер енгізілген. Оған сіздің палатының үлесімен жақсымен осыған Ануар Жұмаділдаев осыған байланысты айтқан. Қандай өзгерістер енгізілмей қалды? Сіздер ұсынған. Біз 100-ден астам өзіміздің өзгерістерімізді айтып кеттік, талқыланды біздің мәжілісте. Соның 30% өтті. Айтып кететін екі мәселесін айтып кетейін. Бірі өткенің. Біреу енді егер сіздің бір кемшілік тапса, салық болса, ескерту береді. Сіздің шөтіңізді толық тоқтататын. Тоқтатып тастайды. Бұрын енді бірінші осы жылдың басынан бастап тек егер сіз 1000 теңгеге ғана егер кемшілік жасасаңыз, сол 1000 теңгеге ғана сіздің шөтіңізді тоқтатады. Бұл бірінші жеңілдік. Екінші, жаңадан бастаған, егер өз еркімен емес, енді кейбіреудің бухгалтер болмай қалады, жаңадан ашқан бизнес көп заңды білмейді. Егер сондай бір кемшілік болса, тек ауызша ескерту болатын болды. Міне айтып кететін болсақ. Көптегені қалып кетті өкінішке орай. Соның ішінде бұлар жоспарлы тексеру бар. Қазір байқасаңыздар, көп органдар айтады, біз елбасының тапсырмасын орындап жатырмыз, біз жоспарлы
тексеру. А жоспарсыз тексеру қарасаңыз саны өсіп жатыр. Қайсысын алсаңыз да. Былай. Әңгімеңізге рахмет. Бүгін көзқарастың қонағы болған Атамекен одағы Қазақстан ұлттық экономика палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов. Құрметті көрермен, биыл қар әдеттегіден көп, ол туралы үкіметтің отырысында кеше айтылды. Көктемде су тасқыны болуы мүмкін. Сондықтан қауіптің алдын алып, сенбілік ұйымдастырып, ауылдарымыздағы қарды сыртқа шығаруға бір адамдай ат салсайық. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.